тиынды санайм. 10 теңге, 20 теңге. Анасы нәсіне тиыным түсіп кетті, ала алмай жатыр. Қолың сыймады ма? Сыймады. Қолың ыңғайсыз болатын болса, мына заттың көмегімен алып көрейік. Міне, тартып алдық. Бұл не? Күшті екен ғой. Бұл магнит. Сен магнит туралы толық білгің келе ме? Иә, әрине. Ендеше. Сәлем достар. Қайырлы күн, қадірлі жас зерттеушілер. Менің атым Дінмұхамед. Мен 5 жастамын. Мен мектеп алды даярлық тобында оқимын. Мен күнде ол неге, ол қалай деген сұрақтарға жауап іздеймін. Бүгін анаммен бірге магнит туралы Зерттегіміз келеді. Магнит өзіне темірді тартады. Ең алдымен қағаз қыстырыстарды қоямыз, жастырып қойып. Міне Жабыстырып алды да магнит өзіне. Магнит қағаздың үстінен жабыстыра алады екен? Білмеймін. Қане жасап көрейік ендеше? Бірінші істейміз. Қағазды аламыз. Қыстырғыштағы қағаздың үстіне қояйық. Қане қояйық. Жайына екеуі тағы да қойып көрейік. Енді Магнитті жүріп көреміз. міне магнит қағаздың үстінен де әсер етеді екен. Жақсы, бұны көрдік. Ал қалай ойлайсың? Ағаштың үстінен магнит әсер ете ме? Білмеймін, көрейік. Көрейік кел. Қағаз қыстырғыштарымызды қояйық. Магнитті Жүргізіп көрейік, жүрегін. Міне қызыл, магнит ағаштан да әсер етеді екен. Жақсы. Магнит суда әсер етеді екен. Білмедім, жоқ. Байқап көрейік. Ол үшін пластмасты стаканға суды құяйық. Ал құйдық. Енді не істейміз? Үстіне қағаз қыстырыстарды алып, Салып көрейік. магнитті қойдық. Енді Магнитті жүріп көрейік. міне керемет, судан да магниттің көмегімен алып шығуға болады екен. Магнит құмның ішінен әсер етеді екен. Білмеймін, көрейік. Көрейік, ал қағаз қыстырғыштарды құмға тереңірек тығайық. Ал енді магниттің көмегімен іздеп көрші. Міне, құмнан да тауып алуға болады екен. Керемет. Магниттің көмегімен сиқыр жасағым депті. Ол қандай сиқыр? Ең алдымен қордаттың үстіне магнитті қоямыз. Темір жастырған қағаз көбелекті аламыз. Ысырамыз. Ой жарайсың, жансыз көбелекті магниттің көмегімен ұшырып жібердің. Керемет. Мен, ұлым, біздер магниттің өзіне темірді тартып алатынын білді. Енді үй жағдайында осы магнитті сен қалай қолдана аласың? Егер үйімді кішкентай сүйегімді тесікке түсіп кетсе, магнитті суырып аламын. Дұрыс-ақ, жоғалған кішкентай темірлерді тауып алуға көмектеседі екен. Сонымен бірге магнитпен жұмыс жасаған уақытта есіңде сақтау керек қауіпсіздік ережелерін айтқым келеді. Біріншіден, екі магнитпен жұмыс жасап жатқан уақытта бір-біріне тартылып, қолыңды қысып қалуы мүмкін. Сондықтан біріншіден абай болып жұмыс жасау керек екен. Екіншіден, магнитті компьютерге, телефонға, планшеттерге жақындатуға болмайды. Себебі олар магнит олардың жұмысын бұзуы мүмкін. Үшіншіден, магниттарды қатты затпен ұрып сындырмау керек. Себебі магниттер көзіңізге түсіп кетсе, онда жарақат алуыңыз мүмкін. Түсіндің бе? Сонымен бірге магниттер күштеріне байланысты бір-бірін тарта алады және бір-бірін түйе алады екен, жабыспай. Ал біз мына кішкентай магниттардың көмегімен кім өзіне көп дос тартып алады екен? Ойнайық. Ойнайық. Достар, мені магнитті зерттеу сіздерге ұнады деп ойлаймын. Барлық жас зерттеушілерге сәттілік тілейміз. Сау болыңыздар.